Я сонымен қалай болды? Қалай жоғалттың ол портфельді? Қалай болды өзі? Өзім де байқамай қалдым, оның сумкасы тура менің абайсыздап ауыстырып кетті. Сенің де есің дұрыс емес. Сондай өте маңызды құжатты біреудің қолына қалай арқалатып жібердің? Енді тым құрғанда қолында ол туралы қандай да бір құжат бар ма енді? Аты жөні іздегендей. Сумкасында дым жоқ дәптерінде тек қана журналистика факультеті 101-ші топ қана деп тұр. Қап, бұл материалымыз журналистердің қолына құрып түссе құрдық жібер. Ештеңе етпейді. Бұл күннен бастап ол топтың студенттерін барлығымыз жақсылап аңдитын боламыз. Олардың ешқайсысы бізден құтылмайды. Бұл топ басшысы болды ғой. Қауіп бұдан да келуі мүмкін. Өзі сырбаз ұяңғыз сияқты. Қанша адаммен кездесті, ешкімге ашылып сөйлесе қойған жоқ. Бірақ телестудияға күнде келетін секілді. Мына қыз кітаптан бас алмайды. Бұларға сөз салатын жігіттер де оқыған кітаптарын айтып, емтихан тапсыратын сияқты ма, қалай өзі? Әлгі 2 жылдан бері Алматы ақшамының асханасынан шай ішіп жүрген қыз осы болды ғой. Мен айналысқан дүскеттерін қойып, алғыға ойнаған жақсы болар. Ондай сыйға кімде жоқ? Тоқта. Ау, Басеке. Ау, ашын қайда жүрсің? Біз келесі қызға той салонына тезірек баруымыз керек. Бұл қыз жақын арада тұрмысқа шығатын сияқты. Министр Жұмағұловтың да келіншегі журфак бітірген деп естіп едім. Демек күйеу балаң да министр болғысы келген ғой. Бұл болашақ фотожурналист болды ғой. Мұны да байқап көрейік. Ақын жанды қыз сияқты мынау. Әлде бізден ұрлағанын қалай жаратамын деп басы қатып отыр ма? Кім білет?
әртіс болуға лайық екен. Қалай кіріп кете қояды өз образға? Қайырлы күн, қадірлі көрермендер. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Микрофон алдында Амир Оспан. Елімізде болып жатқан ең қызықты оқиғаларды сараптай отырып, ең маңыздысын сіздерге ұсынбақпыз. Журналистика факультетінің 301 топ студенттері бандалық топқа тосқауыл қойды. Айта кетейік, бандалық топтың ұлттық университетке қарсы жасамақ болған жоспарын олар қолдарына түсірді. Қазір бұл турасында республикамызға белгілі барлық бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде жарыса жазылып жатыр. Жас журналистердің талапты ісіне біз де жарайсын дейміз.